К нам приехал блогер, молодой гисаровод. Он не поверил, что у нас привес 600 грамм в день. Когда он услышал, что на нашем откорме бараны могут давать до 600 грамм привеса в день, он решил приехать и проверить это лично. Мы выбрали 2 баранов, которые готовы к откорму. Пометили их краской и взвесили. Через месяц он приедет снова, и мы посмотрим реальный результат. Посмотрим, правда это или нет. Вот тогда и станет понятно, работает ли система нашего откорма или нет. Он маленький. Отпускайте, а то 44,5. Так, краска. Так, мы сейчас еще зафиксируем бирку. Нет, лучше Номер. Марс и Меркурий назовите. Да. Так, 0,11, 92, 0,44. Все, зафиксировали. Ассалаумағалейкум, қыздар мен жігіттер. Өткен айда мен GL Agro шаруашылығына бордақылаумен айналысатын жігіттерге барып, солардың бордаққа қойып жатқан қойларын көрген едім. Енді олардың айтуынша 600 грамм привес бір күнде қойларымыз береді деген еді. Шын айтқанда мен сенбедім. Мен айттым, давайте тестовый көрейікші. 2 қойды алып, барлық параметрлерін бәрін қойып, сырға номерлерін краскілеп кетейін. Бір айдан кейін келем, егер де сіздер айтқандай 600 грамм привес, ол дегенің 18 килограмм айнағы 30 күн болатын болса, хотя бы 15 пен 18 килограмм қосатын болса, онда өте большой респект деген. Неге? Өйткені менің практикамда ондай привес болған емес. А сіздер қалай ойлайсыздар? 600 грамм күнне қой привес қоса алады ма? Тем более олар элитный қойлар емес, олардың қандары мощный емес, былай айтқанда. Қисар емес, арашан емес, байсар емес. Ойларыңызды айтыңыздар, ертең Құдай қаласа 12 май барып көреміз, как она есть айтамыз. Сіз болай, біз болай, бай қуақты болайық.